Hello everyone, how are you? Let's continue our lesson. Біз бүгін ОБТ сұрақтары бойынша үшінші нұсқаға келіп тоқтадық. Үшінші нұсқаның сұрақтарын талқылаймыз. Арнама тіркелуді ұмытпаймыз. The first question. Фразалық етістікті толықтырыңыз. To look, яғни look дегеніміз қарау, мынау жаңа preposition дейміз, предлогтардың қайсысы келеді, сол сөзбен фразалық етістік шығады. For example, to look for, яғни іздеу. Look for дегенмен фразалық етістік шығады сөйлем. Сөз тіркесі, яғни look of деп, look by, look with деп айтпаймыз. Демек бізде look for. Look for дегеніміз іздеу деген мағынаны білдіреді. The next question. И әріпі төртінші буындағы түрде тұр. Яғни, мынау сөздердің барлығында и әрпі бар, бірақ төртінші типте бізде pen. Ол бізде төртінші тип емес. Яғни, еске салып өтетін болса, төртінші типте яғни are, оның алдында жаңағы и әрпі тұрады және соңы и-мен аяқталады осы, яғни екеу. Екі дауыстының ортасында are әрпі тұрса төртінші типтегі сөз. Яғни pen біздегі дұрыс емес, he бұл бізде үшінші тип болады. Tent дұрыс емес, he дегеніміз ол келмейді, яғни бізде төртінші типтегі сөз ол he, яғни ия деп оқылады. Келесі сұрақ. Сын есімнің дұрыс шырайын таңдаңыз. The weather wasn't very good yesterday, but it's today. Кеше ауа райы жақсы болған жоқ, бірақ бүгін қандай? Жақсы, өте жақсы. Яғни мына жердегі сөздерден бүгін жақсырақ деп салыстырып айтып тұр. Сондықтан біз good деген жақсы деген сын есімнің салыстырмалы түрі better болады. Жақсырақ деген сөйлем шығады сонда. Келесі, сан есімнің дұрыс нұсқасы. 2006, яғни дұрыс емес, арасында and деген үш таңбалы сандарды айтқанда, and деген сан қоюымыз керек. Next, 1300 дегенімізде дұрыс емес. Неліктен? Себебі 100 және үшінші жүз деп айтып тұр. Мына жерде third деген, үшінші деген. Сондықтан біз үшінші жүз деп айтпаймыз, ол қате. 706 дегенімізде қате. Келесі 706 деді. 700 және 6, 706 деген сан, яғни осы бізде сан дұрыс келіп тұр. Next. Сан есімнің дұрыс нұсқасын табыңыз. We go to school at 7:45. Біз мына уақытта мектепке барамыз дейді. Яғни 7:45 дегеніміз 8-ге қалды 15 минут деп айтамыз. Ширек. 8-ге 15 минут қалды дегеніміз ол бізде 7-ден 45 кетті деген сағатты айтамыз. Next. Complete the correct pronoun. Яғни pronoun деген есімдік. Дұрыс есімдікпен сөйлемді толықтыр. Яғни сұраулы сөйлем. The first. Is this book John's? Yes, it is. Демек, мынау кітап Джондікі ма? Иә, солай. Демек, is that is деген бізде болмайды. Егер затты қойғанның өзінде де мына жерінде it's болмау керек еді. Мынау дұрыс емес сөйлем. Is those деп айтпаймыз. Those'ді көпше түрге қоямыз. This'ті де көпше түрге қоямыз. Бізге мына D жауабы келіп тұр. Is this book John's? Yes, it is. Next. Complete the sentences. Сұрақты сөйлемді толықтырамыз. There any cups? Яғни cups деген бізде бірінші сөйлемге қараймыз. Зат есім көпше түрде болып тұр. Кружкалар бар ма мұнда дейді. Демек көпше түрге біз there are құрылымын қоямыз. Ондай болса сұраулы түрінде are деген көмекші етістігін алдына қоямыз сөйлем. Демек are there any cups болады. Ол бізде are there any cups? Yes, there are. Яғни are there мен сұрадық па? Сол there are мен жауап береміз. Ол бізде міне D жауабына келіп тұр.
Yes, there are деп жауап береміз. Next. 8. Conditional sentence with modal verb. Яғни модальды етістігі бар conditional сөйлемдерді табамыз. A. Maybe one day someone will throw. Яғни бір күні деп бұны келер шақпен айтып тұр. Future simple бұл conditional сөйлем емес. Next, conditional сөйлемге жатпайды. C. I could find a job if I spoke English fluently. Яғни міне бізде conditional, second conditional сөйлемді беріп тұр. Екінші шарт сөйлем. Мына жерінде past simple, мына жағы past canнің өткен шағы, яғни second conditional. Мен жақсы жұмыста бар едім, егер ағылшынша жақсы сөйлеп тұрғанымда дейді. Қалғаны бізде келмейді. Next, сөйлемді толықтырыңыз. We to invite our neighbors to our wedding anniversary. Біз жаңа көршілерімізді біздің юбилей тойымызға шақырып жатырмыз дейді, шақырайын деп жатырмыз. Демек, we was деп ешқашан айтпаймыз, сөйлем дұрыс емес. We'дан кейін is қойылмайды. Демек, бізде we are going to invite. Яғни бұл to be, going to құрылымы бойынша сөйлемді дұрыс қою керек. To be plus going to. Демек, to be де бізде we are going және to ден кейін етістік тұрады. Осы құрылым бойынша орындаймыз. Next, қажетті нұсқаны табыңыз. Let football. Яғни let ден кейін ешқашан to деген жүрмейді. Оған футбол ойнауына рұқсат берші дейді. Let he деп айтпаймыз, оған деген. Let him plays деген s жалғауы болмау керек. Let him to be playing деп бізде келмейді. Яғни let him play football. Оған футбол ойнауға рұқсат бер де жауабы келеді. Next. Complete the sentence. The traditional bus in Great Britain is called a double-decker bus. Яғни, Ұлыбританиядағы автобус, екі этажды автобусты double-decker bus деп айтамыз. Next. There are a lot of in the forest of Kazakhstan. Яғни, Қазақстанның ормандарында не көп? Соны табу керек. There are a lot of monkeys in the forest of Kazakhstan. Monkey, яғни маймылдар көп екен. Fox, яғни көпше түрі дұрыс жазылған сөзді табуымыз керек мына жерде. Monkeys деген сөз бізде дұрыс емес екен. ES болмайды. Оған тек қана S жалғауын жалғау керек еді. Tigers дегенде де S жалғау жалғанады. Wolves дегенде West деп аяқталу керек. Foxes дегенде де E және S жалғау керек. Сонда бізде дұрыс жауабы squirrels, яғни ол бізде тиындар. Тиындар көп екен. Next question. Зат есімнің қажетті тәуелдік формасын таңдаңыз. I like the city center. Яғни осы сөйлемдердің қайсысы дұрыс? I like it. Мына сөйлем бізде дұрыс емес, келмейді. Next. The city is дұрыс емес. Яғни бізде қаланың болса, the city's center. Яғни қала, сосын апостроф S. Сонда қаланың деп тәуелденеді. Мысалы, city дегеніміз қала болса, қаланың апостроф S қоямыз. Сонда сөйлем дұрыс болады. Next. Антоним. Polite сөзінің антонимі. Вежливый деген сөзде, polite деген жұмсақ мінезді адамды айтады. Talkative емес, әңгімешіл дейді, impolite. Яғни осы жауабы дұрыс. Polite, impolite. Next. Шақтардың қиылысу ережесіне сәйкес сөйлемді
толықтырамыз. My friend told me that in 2 hours she менің досым айтты, 2 сағаттан соң киноға баратынын айтқан екен. Демек, ол бізде future in the past деген бар. Келер шақтың ішіндегі өткен шақ. Яғни досы айтқан, оған 2 сағаттан кейін баратынын деп тұр. Демек, айтқан деген ол бізде past simple өткен шақта болып тұр. Ал 2 сағаттан соң баратыны ол келер шақ, future simple болып тұр. Сондықтан, future'да біз will қоямыз, бірақ ол сөйлем өткен шақта айтылып кеткендіктен, will'дің өткен шағы would болады. Сонда, she would go to the cinema болады дұрыс жауабы. Next. Күрделі толықтауышты қолданып сөйлемді дұрыс құрыңыз. Яғни мына сөйлемді дұрыс құру керек. Will you like me деген сөйлем келмейді. Would you like it me? Like it me болмау керек, но өткен шақ болу керек. Would you like me to show them? Яғни them емес, бізде you деген саған көрсетіп тұрмын. Саған көрсеткен ұнайды ма қаланы деп сөйлем шығару керек. Сонда will you like me деген дұрыс емес. Would you like me to show you the sights of the city? И жауабы бізде дұрыс келеді. Next. The first theater in England established by бірінші Англиядағы театр кім арқылы құрылған? It is James Burbage. Сөйлемдегі түбір етістік қандай нені білдіріп тұр, яғни соны сұрап тұр. Your task is to study well at school. Сенің тапсырмаң мектепті жақсы оқу дейді. Яғни бізде to study дегеніміз ол күрделі баяндауыштың рөлін атқарып тұр. Next. Cambridge is situated at a distance of 70 miles from London. Яғни Лондоннан мынандай қашықтық 70 миль қашықтықта орналасқан, 70 километр деген сияқты. Демек, C жауабы дұрыс. Next. Third conditional табамыз, 20 сұрақ. Third conditional ол бізде unreal sentences, яғни іске аспайтын өкінішпен айтылатын сөйлем. If I see Айнұр this afternoon, I will tell her. Яғни мына жерде present simple, ол I will. Ол бізде first conditional сөйлем келмейді. What would you happen if you hadn't come in time? Сен не істер едің егер уақытында келмегеніңде? Міне бізде формула бойынша үшінші шартты сөйлемнің формуласы would have етістіктің үшінші жағы және past perfect. Осы бізде үшінші шартты сөйлем болып табылады. Мына жерде жауабын оқып көрейік. If I saw Айнұр that afternoon, егер мен бұл кеште Айнұрды көргенімде, I would tell her the news. Оған жаңалықтар айтар едім. Бұл бізде second conditional болады. Бізде third conditional деп, міне осы жауабын сұрап тұр. Next, 21. Choose the indefinite article A. A артиклін, яғни біз қай жерге қоямыз? A lot of деп қоямыз, a lot of, a few, бірнеше, a UK деп айтпаймыз, UK-дің алдына Z қойылады. Girls, көпше түр, children дегендердің алдына a артиклі қойылмайды. A London деген дұрыс емес. A little, азғана, a few, a lot of деген сөздерге a қойылады. Next. Question number 22. Choose the right compound word. Дұрыс сөзді тап. In the you can relax until it's time to board your train. Яғни сөйлемді аударғанда, сен пойыздың уақыты жүрем дегенше демалып отыратын жер, бөлме. Ол бізде waiting room. Күту залын айтамыз, күту бөлмесі. Next, 23.
Silly person деген сөздің мағынасын табамыз. Silly person деген ол бізде ақымақ адам деген сөз. Ақымақ адам деген ол бізде foolish ақымақ дейді, and stupid ақымақ деген сөз. Синоним сөздер яғни. Next, complete the idiom. Walking on яғни мынау бізде идиома. Ол тек бір-ақ сөзбен жүреді. Walking on air. Air деген ауа. Next, 25. Choose the construction's negative singular form. Болымсыз жекеше түрдегі сөйлем тап дейді. There isn't any bread on the plate. Яғни жекеше түрдегі сөйлем міне осы. There isn't any bread. Next, there isn't a plan. Бұл да болымсыз сөйлем. There is a television деген ол болымды сөйлем. There isn't any tea. Міне мұнда стаканда су жоқ деп айтып тұр, яғни болымсыз сөйлем. Келесілері болымды сөйлем, сұраулы сөйлем мыналар. Болымды сөйлем олар келмейді. Негатив дегеніміз яғни болымсыз сөйлем деген. 26. Choose the general question. General question деген арнайы сұрақ. He doesn't яғни бізде бұл сұраулы сөйлем емес. Are the radio and TV widely used in today's world? Яғни міне are деп басталған сөйлем ол бізде. Are көмекші етістіктері ол general question, арнайы сұрақ. Next, do your parents, яғни do, does, have, are дегендер general сұраққа жатады. And do you listen to the radio? Арнайы сұрақ. General question, жалпы сұрақ. 27. The appropriate models. Mary may not get into the cinema. The film has already begun. Яғни Мэри киноға кіре алмайды, себебі кино уже басталып қойылған. Кино басталып қойылған. Демек, сөйлемді аударғанда бізде қайсысы келеді? Wasn't able to. Яғни сөйлем өткен шақпен айтылып тұр. Және couldn't get into the cinema. Choose the correct word. 28. 28. Some people's missing classes have been caught by the teachers. Missing classes without reasons is forbidden in school. The teachers complained to school court. What problems would you suggest for discussion in the school court? Қандай проблемаларды ұсынасың осы мектептің судьясына талқылаған мәселелерде? Қайсысын ұсынады? Breaking school rules, үзіліс уақытсын. Next, 29. Complex subject. Күрделі толықтауыш. I watched her sleeping деген бізде complex subjectке жатпайды. The book was believed to have been lost бізде complex subjects. Next, he considers this question to be of great importance. Ол бізде күрделі subject жатпайды. Next, I suppose her to be жатпайды. These pictures are considered to have been. Мына сөйлем бізде complex subjectке жатады. Now the next question. If I were good at languages, егер мен шет тілдерін жақсы білгенімде, I could get better grades. Жақсы баға алар едім. I might get better grades. Яғни осы екі сөз келеді сөйлемді аударып қойғанда. Себебі өткен шақпен айтып тұр. Қалған must, can дегендер осы шақта, сондықтан ол қойылмайды. Осымен үшінші
нұсқаны талқылап біттік. Goodbye.